Ата, шаршадыңыз ба? Жоқ, тайыры. Балам, мына иен далаға қарашы. Қазағымның даласы неткен дархан десеңші. Бұл даланың әр түп жусанның түбінде тұнып жатқан тарих бар. Солай ма? Ата, қазақ елі өз алдына қалай мемлекет болған? Қалай деймісің? Ендеше жақсылап тыңда. Ұзақ жылдар Алтын Орданың езгісінде болған қазақ даласы. Бағымсыз ел болуды жаны қазақ деп туылған қос саңлақ Керей мен Жәнібек хандардың бірігіп бас көтеруімен қазақ хандығына айналғанбыз. Оқиға былай болған. Асан жырау, абызым аманбысың? Қазақтың мұңын мұңдаған Асан жырау, көргеніме қуаныштымын. Уа, орыс ханның ұрпағы Керей мен Жәнібек сұлтандар, қай күйімді сұрап тұрсыңдар? Әбілқайырдай ханның езгісінен есі шыққан жайымды айтайын ба? Әлде салттың қысымынан қырғынға ұшыраған жұртымды айтайын ба? Сөз салсыңнан кеудеңе толған шерді көрдім. Сөйле, Асан жырау. Қолды бастайтын қолбасшы табылса, еретін қазақ дайын тұр. Қазағымның арманы дүйім елді аузына қаратардай мәңгілік ел болу. Мәңгілік ел болуды сонау көне заманда бұмынмен естеңіз қағандар армандап, нұрлы жолын салып кеткен. Асан жырау, бабалар салған нұрлы жолмен мәңгілік елге айналмасақ, қазақ деген атымызға таңба болып басылғалы тұр. Біз күреске дайынбыз. Міне, болар елдің баласы осылай сөйлесе керек. Керей сұлтан, қазақ халқын өз алдына орта тігіп, бағымсыз ел етуге ант берсек. Соңымызға аз қазақ ерді деп, еңсеміз түспей, ертеңгі күні қазақтың айбынды ел болатынына үміт етейік. Аллам жар болып, ісіміз оңғарсын. Аллам жар болып, қазақ жұртының шаңырағы биік болсын. Әумин. Керемет, не деген батыр ағаларымыз болған, иә. Қазақта Асан жыраудан басқа қандай атақты ақындар болған? Атақты ақындар деймісің? Өте орынды сұрақ балам. Қазақтың поэзия әлемінің жауһары. Азан шақырып қойған аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп, Абай атандырып жіберген. Ой, ата, мен Абайды жақсы білемін ғой. Өлеңдерін жатқа айталамын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарларың шаттанба, ойнап босқа күлуге. Жамбыл Жабаевты білесің бе балам? Білемін. Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемей сиынбай. Уа, Ұлабай, армысың? Бар бол, жамбылым, жыралығым. Қазағымның көгінде егемендік әні шырқалғаны сені де жатқызбады ма? Уа, абай, сенің заманыңда қазақ даласы орыс патшасының қол астында болса, менің заманымда кеңес үкіметінің қол астында болып, еркін көсіле алмай жүрегі сығылды. Ассалаумағалейкум, ардақты аталар. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Я, қай баласың? Жамбыл ата, мен ғасырдың болашағы, мәңгілік елдің ұланымын. Солай ма? Ғажап. Менің де армандағаным қазағымның мәңгілік елге айналғанын көру болатын. Мен жетпеген арманға сендердің жеткендерің қандай қуанышты. Мәңгілік ел болғанды көнеде бабаларыңның армандағанын білесіңдер ме? Атам айтты, білемін. Біз қазір тәуелсіз Қазақстан мемлекетіне айналғанбыз. Бүгінде Қазақстан елі ешкімге бағынбайтын егеменді елге айналған. Иә, мен араларында болмағаныммен тәуелсіз елден шырқалған әрбір ән құлағыма жетіп жатады. Бабалардың ғасырлар бойы арманы да сол болатын. Тәуелсіздікке қол жеткізген елдің ұлдары нағыз ел екен. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма. Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Бірлігі кетсе ағайын әркімдерге жем болар. Білімсіз болса жолдасың, қылған қайырың сел болар. Артықша туған азамат халыққа үлкен бел болар. Біз көрмеген еркіндікке сендердің қолдарың жеткені неткен керемет болды. Аталар, біздің мектепте сіздер жайлы үлкен кешке дайындалып жатырмыз. Мен оқушыларға сіздермен болған сұхбатты жеткіземін. Тәңір жарылқасын. Қазағымның байрағы көк жүзінде қалықтай берсін. Ал Жамбыл бауырым, болашақпен қуаныш толы күймен қоштасайық. Я абай, бағымыз болған елімді көріп еңсем көтерілді. Елімнің ертеңі жарқын екендігін білу неткен бақыт. Міне балам, тәуелсіздік бізге осылай жетті. Балам, тарихта Есімханда болды ескі жол. Тұсында Қасым ханның бар қасқа жол. Бүгінде бар Нұрсұлтанның кең даңғылы. Нұрлы жол, болашаққа бастар жол. Нұрлы жолмен сен балам алысқа барасың. Даму үшін бірліктен қуатты бойыңнан табасың. Тоны көк абыз өсиет айтып кеткендей, қазақ елі мәңгілік ел болып сен қаласың. Біздер тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің мәңгілік елге бастар жарқын болашағымыз. Жүр, балам, ұлы дала еліне саяхат жасап қайтайық.